Армысыздар қазақ елі, айтады ғой, айта Алтайды апамыз да қартайды деп. Біз де айта шаршайтын болдық. Тағы да рейдер. Бүгінгі мәселе қалай? Бүгінгі мәселе ішкі саясат туралы. Ішкі саясатта бірнеше маман бар. Спорт бөлімі бар, жастар жағы бар, тағы да со сияқты. Содан жәнегі жастар жағын қарайық. Қазір жастар жағында маман болып жүрген бас маман ғой деймін. Данияр деген жігіт бар. Тепсе темір үзетін апталдай азамат. Бұл баланың басы неге екен білмеймін, бәлеге жақын жүреді екен. Кезінде бір ақша ұрлап, одан қолхат беріп, әйтеуір құтылған сияқты. Содан осы Наурыз кезінде болған өздерінде қызмет жасаған бір қызға күш көрсетіп қоқан-лоққы жасап, соттың үкімімен кінәлі деп айыппұл төлеген. Өзінің ортаңғы саусағы ұзын көрінеді, саусағын шошаңдатып орталық алаңда жүрген, ол менің жеке парақшамда бар. Бірақ осының бәрі сабақ болмайтын сияқты. Және сол сот барысында сол кезде сол Даниярды жақтап ішкі саясаттың қызметкерлері барды. Біреу Катерина Кулакова деген, екіншісі ұмытып қалдым. Және бір қазақтың қызы соған жаңадан келген, оның да атын ұмытып тұрмын. Бұл кісілер Даниярды ақтау үшін өтірік куәгер болғандар. Катерина Кулаковаң ол да өзі бәлеге жақынырақ жүретін қыз. Сыртынан қарасаң жанталасып жұмыс істеп жүрген секілді, бірақ жақын жүреді. Енді өздеріңіз ойлаңыздар. Ішкі саясатта қазір санасақ осыншама өтірікші адамдар жүр. Өтірікші адамдармен ішкі саясат қалай жұмыс жасап жүр, соған таң қаламын. Жарайды, бұлар жұмысын жасап жүр. Өтірігін судай сапырып жүр. Енді осылардың барлығына көз жұмып қарап отырған жәнегі ішкі саясаттың басшысы Қанат Оралбекұлы деген. Жас жігіт, бір жылдай болып қалды істегейі. Біз де ол жігітке қол ұшымызды бергіміз кеп, жанталасып, әрбір ұлтқа қатысты мейрамдарда бәрін бірге жүруге тырыстық. Бірақ та неліктен екенін білмеймін, сол кісі осылардың қандай ағаттық ісі жасаса да, соның бәріне көз жұмып қарап отыр. Солардың ісін жасырып отыр. Жарайды, енді істейтін адам болмағаннан кейін жасырып жүрген шығар деп, өзіне тікелей мен жеке өзім бірнеше рет хабарластым. Айтатын сөзі қабылданды дейді. Мен де көп нәрсені қабылдаймын. Бірақ қабылданған мен, сол менің қойған сұрақтарым, менің жәнегі жасаған бір ескертулерім барлығы сол күйі орындалмастан қалып отыр. Оған бірнеше мәселе бар. Соң кейін сепаратизм жағынан мен өзімді жаздым, елді қоғамда арызданды, жеке кісілерді арызданды. Осында қазақ ұлтына тіл тигізген бірнеше кісілер болды. Маничева деген болды. Жәнегі корейский косметика деген. Солардың біріне де ешқандай шара қолданбады. О кісілер қалай бізді? Сендер кімсіңдер? Сендерге дұрыстап, тұрып, дәрет сындырғанды үйреткен біз деген сөзді әлі күнге дейін айтуда. Сонымен тіл жағына келсек, ол да орындалмай отыр. Сепаратизм жағына келсек, ол да орындалмайды. Осының бәріне облыстағы ішкі саясаттың басшысы қалай қарайды екен, оны да түсінбейміз. Яғни енді өздеріңіз ойлаңыздар, мемлекет тарапынан осы айтып отырған 5 кісі басшы және 4 маман. Осыған мемлекет тарапынан ай сайын ақылары, еңбек ақылары төленіп отыр. Егер бұлар жұмыс жасамайтын болса,
о не керек шығындалып? Бәрін шығарыпса, бізде ішкі саясат жоқ де. Әйтеуір түк істелінбейтін болса, о не керек ондай мекеме? Осы секілді жағдайлар белең алуда. Біз бұл секілді өтірікшілермен, бұл секілді құрғақ уәде бергіштермен еш нәрсе өзгерте алмаймыз. Сонымен Нұрымбет мырзаға облыс әкімі өткенде үндеу жасағамыз, келіңіз осы секілді жағдайларды шешейік деп. Ондағы ойымыз өстіп шуламай, ақырын байыппен шешейік деген ойымыз болған. Бірақ ол кісі де келмеді. Енді осы жолға айтқым кеп отырғаны, Нұрымбет мырза, енді осы жолы келмесеңіз, онда бізді сіздің халық үшін қабырғаңыз еш майыспайтын адам деп санайтын шығармыз енді. Одан басқа не істей аламыз? Сондықтан мен әрқашанда айтатын бір сөзім бар. Әкімдер, әкім хан емес, халық мал емес. Беделдерің бұлттан биік болса да, ұлттан биік емес. Осы сұрақты шешіңіздер. Ішкі саясаттағы осы 5 адамды алып кетсеңіздер, арқамыз кеңіп, біраз жеңілденіп қалатын шығар. Бюджеттің де қаржысына біраз экономика болар. Әйтеуір жұмыс жасамайтын адамдар бізге не керек?